достар, сіздермен бірге мен Боник сағынасы. Бүгін біз Life Russia'да ферма жайлы изучать ететін боламыз. Ферма қанша доход алып келеді, қанша алуға болады, выгодно ма или не выгодно ма білетін боламыз. Ал бастайық. Бұл ферма мынау үлкен вагонға. То есть бұл жерде страус үлкен фермада страус пен сиыр асырауға болады. Үшін осы жерге келесіздер. Міне бүкіл информациясы жазылып тұр. Қай кезде картип өледі, қай кезде тамағы бітеді, соның бәрі жазылып тұр. Тамағы 2 сағат 31 минутта либо осы жерде. Так, содан кейін басқа игроктардан алсаңыздар болады ферманы. И страустарды, страустар осы бір ферма. Табады. Бұны арендаға алу үшін бізге 5 миллион керек. Сток ферма бұл. Ішінде тым улучшениясы жоқ, просто дәу ферма. 5 миллион тұрады. Ал егер ішінде доилка, кран, ветеринар болса, ол уже 10-15 миллион тұрады. Сіздер арендаға алған кезде ішінде жалпы страус болмайды. Кейбіреуінде болады, бірақ страусымен бірге ол кішкене қымбатырақ болады. Страус закупать ету 6 миллион тұрады. Егер ақпарат сіздерге көмектескен болса, каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Егер видеода 20 лайк болатын болса, сіздерге автомобильді розыгрыш ойнататын боламын келесі видеода. Және де менің промокодымды жазып отырыңыздар. Онға кірген кезде қазір наградасы бәрін көріп тұрсыздар экрандағындай. Хэштег 019 деген промокод жасаңыздар. Осы заттарды алатын боласыздар. Бұл заттар ойынға кірген кезде өте көмектеседі сіздерге стартқа. Және де арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар.